Саламатсыздар ма? 4-ші сынып оқушылары. Бүгінгі біздің сабағымыз әдебиеттік оқу. Сабағымыздың тақырыбы ғарыш жолы жалғасады. Сабағымыздың мақсаты кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеруі себептерін мәтіннен тауып салыстырып бағалау. Түрлі дерек көздерден қажетті ақпаратты табу, өңдеу және тұжырым жасау. Себеп салдарлық байланысын сызба түрінде көрсету. Қазақ ғарышкерлер туралы не білесіңдер? Есімізге түсірейік. Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы 2 қазан күні Союз ТМД-13 ғарыш кемесімен ғарышқа ұшқан қазақтың тұңғыш ғарышкері. Ғарышта 7 күн 22 сағат 13 минут болды. Тоқтар бала кезінен ұшқыш болуды армандаған. Талғат Мұсабаев 1994 жылы бірінші рет ұшқан. Союз ТМД-19 ғарышта 126 күн болған. 1998 жылы екінші рет ұшқан. 208 күн ғарышта өткізген. 2011 жылы үшінші рет ұшқанда Союз ТМД-32 ғарышта 8 күн болыпты. Айдын Айымбетов 2015 жылы ғарышқа ұшқан қазақтың үшінші азаматы. Ол ғарышта 10 тәулікке жуық уақыт болып, туған жерге аман-есен оралды. Айдын Айымбетов ғарышқа ұшу кезінде бірқатар ғылыми сынақ жүргізген. Әрмен қарай оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз арман арқалаған бала. Түсініп оқимыз. 20-21 бет. Оқып болғаннан кейін мәтіндегі түсіндірме сөздік. Нұркен Әбдіров, Ұлы Отан соғысының батыры, ұшқыш. Армавир Ресей қаласы. Мен десең, мені, яғни анаңды тыңдасан деген мағынаны білдіреді. Мәтінді мұқият оқып болғаннан кейін мына сұрақтарға жауап бер. Баланың есімі неліктен Тоқтар деп қойылған? Жазушы отбасы мүшелерін қандай туыстық сезімдерін суреттерген? Мәтіннен Тоқтардың мамандықты қалай тауып оқығанын тауып оқы. Тоқтардың мамандықты таңдауына үлгі болар кімдер? Сұрақ жауапты дәптеріңе жаз. Оқушылар, әрмен қарай біздің басты кейіпкеріміз Тоқтар. Тоқтарға мінездеме берейік. Сипаттама. Шыдамды, ержүрек, намысшыл, жанашыр, қорқақ, ерке бала болған. Оқушылар, осы аталған қасиеттер Тоқтардың бойында бар ма? Қай қасиетін Тоқтардың бойынан көре алдың? Сол қасиеттерді пайдалана отырып, Тоқтарды сипаттап дәптеріңе жаз. Үйге тапсырма. Мәтіндегі Тоқтардың отбасы мүшелерін сипаттап жаз. Мәтінді мұқият түсініп оқып, мазмұнын айтуға дайындал. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.